Наполеон елге оралады. Елі оны үлкен қошеметпен, батыр әрі елдің қаһарманы ретінде қарсы алды. Бірақ осы кезеңде елде бір топ апайысты өкілдері төңкеріс жасауға талпынып жатты. Себебі елдегі директорлық билік өзінің әлсіз екендігін көрсетті. Директоры деген емес, 5 адамнан тұратын билік органы. Оны арнайы кеңес сайлап отырды. Төңкерісшілердің басты мақсаты бірінші кезекте директорын жою, екінші кезекте жаңадан үлкен реформа жасау қажет болды. Бірақ олар үлкен күшке мұқтаж еді. Міне осы сәтте халықтың сүйікті әрі батыр қолбасшысы Наполеон бар еді. Наполеон бұл төңкеріске қолдау білдіріп келіседі. Төңкеріске жеңіске жету үшін директория құрамындағы кемінде 5 директордың 3-еуі орнын босатып, арнайы кеңестен жаңа реформаны енгізу үшін рұқсаттарын алу болды. Ақырында директорияның құрамындағы 3 директор өз еркімен орнын босатуға келіседі. Бірақ бұл шешімге арнайы кеңес үлкен қарсылық көрсетті. Наполеон өзіне бағынатын әскерлерді жинақтап, арнайы кеңесті күшпен таратты. Билікке 3 адамнан тұратын уақытша үкімет келді. 1799 жылы ұлы Франция революциясы аяқталды. Франция үшін жаңа дәуір басталды. Сонымен қатар 1802 жылы Наполеон өмір бойына бірінші консул қызметіне тағайындалды. Жаңа реформаның нәтижесінде шаруашылық жерлер бәріне теңдей бөлінді. Екінші шаруашылығы экономикалық прогресте дамыды. Наполеон әсіресе ғылыми-техникалық дамуына, білім және ғылымның көркеюіне, өнердің дамуына, қылмыскерлердің санын азайтуға көптеген үлес қосты. Франциядағы жаңадан қабылданған заңдар елдегі сауатсыздықтың жоюына әкелді. Елдегі азаматтық қоғам орнады. 1806 жылы Наполеон қоғамдағы цензураны күшейтіп, жеке билігін нығайтты. Осылайша өзі бұрын қарсы болған монархиялық билікке қайтып оралды. Бірақ бұл билік жүйесіне роялистер мен оның жақтастары қарсы болды. Наполеон ендігі кезекте Австрия мен Англия корольдігіне бейбітшілік келісімін ұсынды, бірақ олар бас тартты. Содан Австрия мен Франция арасында жаңа соғыс басталды. Бұл соғыс үшінші антикоалицияның бірігуіне алып келді. жылы Наполеон Франция императоры атанып, салтанатты түрде таққа отырғызылды. Бұл Франциядағы бірінші империяның құрылуы еді. Наполеон басқарған жылдары елдің сыртқы жағдайы мәз емес еді. 1805 жылы 20 қазанда үшінші антикоалициялық одақ құрылды. Оған Англия, Австрия, Осман империясы, Неаполь корольдігі, Швеция елдері кірді. Наполеон басқарған әскери бағыт Австрияның тасталқанын шығарып жеңді. Енді кезекте Ресей империясы Пруссия мемлекетімен астыртын байланыс орната бастады. Австрия Франциямен бейбітшілік келісімге келуге мәжбүр болды. Жерінің көп бөлігін Францияға берді. Көрші мемлекеттердің арасында Наполеонның даңқы өсе бастады. 1806 жылы 15 қыркүйекте Ресей императоры 1 Александрдің бастауымен Францияға қарсы Англия, Швеция, Пруссия елдерімен бірігіп 4-ші антикоалицияның құрды. Сол жылдың 14 қазанда Наполеон Пруссия мемлекетінің екі бірдей армиясын жеңді. Пруссияның бір бөлігіндегі әскерін Вена түбінде Наполеон өзі талқандаған болса, екінші бөлігін Ауштет түбінде маршал Дауа басқарған әскер талқандады. 27 қазанда Наполеон Берлин қаласына кірді. 1807 жылы 14 маусымда соғыс шығыс Пруссия аумағына ағысты. Наполеон бастаған әскер Фридрих қаласының түбінде орыс әскерімен кездесіп жеңді. Орыс әскерін Наполеон Тильзит келісіміне қол қоюға мәжбүр етті. Келісім бойынша Наполеон бүкіл жаулап алған жерлерін Ресей мойындау керек және Англияға қарсы блокадаға Ресей қосылуын шарт деп талап қойды. 1809 жылы сәуірде 5-ші антикоалициялық одақ құрылды. Оған Англия және Австрия империялары кірді. Наполеон көп ұзамай Австрияны өзіне тізе бүктірді. Содан кейін Наполеон өзінің әскерін Азия мен Еуропа жерінде жатқан Ресей империясына қарай бағыттады. Бұл кезеңде француз әскерінің саны орыс әскерлеріне қарағанда 2 есе көп еді. Ақыры екі жақты соғыс басталды. Орыс армиясы саны басым француздардан жеңіліске ұшырап артқа шегінді. Сол жылдың қазан айында Вильгенштейн мен Тормоз басқарған екі орыс армиясы бірікті. Соның арқасында орыс армиясы бірқатар жеңіске жетті. Алайда соғыс ұзаққа созылды. 1812 жылдың тамыз айында орыс армиясы қорғаған Смоленск бекінісін француздар соғыссыз басып алды.
Сол жылдың 26 тамызында Бородино түбінде орыс армиясының бас қолбасшысы Кутузов басқарған әскер мен Наполеон басқарған француз әскерінің арасында шешуші шайқас басталды. Нәтижесінде үлкен шығынмен Наполеон әскерлері жеңді, ал Кутузов шегінуге мәжбүр болды. Наполеон сол жылдың 2 қыркүйегінде Мәскеуге жетті. Ресей императоры 1 Александрға бейбітшілік келісімін ұсынды. Император қабыл алмады. Бұл кезеңде генерал Кутузов өзінің танымал жоспарын дайындап жатқан еді. Сол жылдың 7 қазанында француз әскері Мәскеуді тастап, Калуга арқалы Мала Ярославқа бет алып үлкен жеңіске ұшырады. Наполеонның жеңілуіне басты себептері: бірінші, Бородино түбіндегі шайқаста француз әскерінің шығыны өте көп болуы. Екінші кезекте орыс армиясы Бородинода жеңілгенмен Кутузов әскерді сақтап қалды. Үшінші кезекте Мәскеуден шегінерде әскерінің бір бөлігін артта қалдырды. Ұлы армияның 417 мыңнан тек 30 мыңы ғана елге оралды. Енді кезекте 1813 жылы орыс армиясы Наполеонға қарсы Пруссиямен бірігіп өзінің жорығын бастады. Осылайша Англия, Швеция, Пруссия, Австрия, Ресей біріккен 6-шы антикоалициялық одақ құруына келді. 1813 жылдың 16 және 19 қазанда Лейпциг түбінде 4 империяның біріккен әскері Наполеон әскерінің күл-талқанын шығарды. Басымдыққа ие коалиция әскері Францияға басып кірді. 1814 жылы 31 наурызда коалиция әскері Парижді басып алды. Сол жылдың 6 сәуірінде Наполеон тақтан бас тартып, Жерорта теңізіндегі Эльба аралына жер аударылды. Наполеонға Эльба аралын басқаруға берді. Онда ол құр жатпады. Аралды дамытумен айналысты. Темір кеніштерін жөнге қойып, егін шаруашылығын жүргізді. Бұл кезеңде Францияда императордың ескі кланының ұрпағы 18-ші Людвиг басқарды. Ол мемлекетте қайтадан жаңадан билік жүйесін қалыптастырумен реформа бастады. Елде қайтадан наразылық күшейді. Халықтың наразылығын түсінген Наполеон өзінің қол астындағы 1000 әскермен елге оралуға бет алды. Ақыры елге келді. Халық оны үлкен қошеметпен қарсы алды. Сонымен қатар еш қиындықсыз билікті өз қолына алды. Бұл жолы Наполеон ішкі жағдайда консервативті партияға арқа сүйеді, ал көрші мемлекеттерге бейбітшілік келісімін ұсынды. Оның негізгі мақсаты көрші елдердің арасына от салып, коалицияға біріктірмеу болды. Бірақ 1815 жылдың 25 наурызында Наполеонға қарсы Ресей, Пруссия, Англия, Швеция, Австрия, Испания, Португалия бірігіп 7-ші анти-Наполеон коалициясын құрды. Англия мен Пруссияның әскерлері 56 шақырым қашықтықта орналасып келе жатыр еді. Наполеонның басты мақсаты екі елдің әскерлерінің бірігуіне жол бермеу еді. Ол ағылшындарды теңізге ығыстырып, пруссактарды Рейннің арғы жағына лақтыруды ойлады. Одан кейін орыс армиясы мен соңында Шварценг басқарған Австрияның әскерімен соғысуды ойлады. 16 маусымда Наполеон ағылшын армиясына соққы жасап, оны талқандады. Алайда Пруссия әскерін Рейнге ығыстыра алмай жеңіліп қалды. 1815 жылдың 18 маусымда Уатерлоо түбінде Наполеон соңғы шайқасы орын алды. Шайқас барысында пруссактар Наполеонның әбден әлсіреген оң жақ тұсына шабуыл жасады. Наполеонның ұлы армиясы жеңілді. Сол жылдың 22 маусымда Наполеон билігін өзінің ұлына тапсырып, Америкаға кетпекші болды. Алайда бұл арманы орындалмады. Теңізге шығып кетпекші болған жерінен Англия флоты Наполеонды ұстап, оның елдің әкімшілігіне жеткізді. Онда оны Англия хатшысы Балбириге әкеліп, Наполеонның Британ үкіметі қабылданған заңды көрсетті. Заң аясында Наполеонға жаза ретінде Атлантикадағы қасиетті әулие Елена аралына жер аударады. Наполеонның жер аударылған аймағы теңіз деңгейінен 500 метр биіктіктегі Лондвук жартасы болды. Бұл жартас 3000-ға жуық әскер күзетті. Ақырында Наполеон Бонапарт 1821 жылы 5 мамырда жалғыз жартастың түбінде рак ауруынан шалдығып, 52 жасында дүниеден озды. Арадан 19 жыл салып, Франция императоры болып Луи Филипп сайланады. Ақыры император Лондвук жартасына делегация жіберіп, Наполеонның денесін елге қайтарады. Наполеон салынған саркофаг қазіргі таңда Париждегі инвалидтер үйінде орналасқан.